Аты мен заты бір-бірімен тарақтың түзіндей бірдей боп сәйкес келгендер бар. Мотоциклі де, машинасы да, кооперативі де, қарыз алу сенімділігі де тоқтап қалған біреу бар. Аты тоқтаған. Үй шаруасы да, балалары да есте жоқ. Күні бойы базарда қаңғып жүретін біреу бар. Аты Базаргүл. Арақ ішсе екі езу көпірчіп, әкіреңдеп шыға келетін. Кім көрінгенменен керісіп төбелеспесе жүрмейтін біреудің аты Күрешжан. Автокөлік астына түссе жараған бурадай елеуреп кететін. Сөйтіп жүріп біреуді қағып кететін. Барар жеріне құйын-құйқа болып чаңдатып жететін біреу бар. Оның аты Қарқын. Біреудің мотоциклін сұрап мінсе, бүлдіріп алып төлеп беретін. Біреудің қойын бақса, оны қырып алып төлеп жүретін. Әйтеу бір шаруаны істесе, соған шығынданып кеп жүретін біреу бар. Оның аты Төлеп берген. Төбелес десе жыны қозатын, айғай-шу десе айдынданып кететін, жұдырығы жетіспегенде бас ататын біреу бар. Оның аты Батырбек. Дүниеде аттан басқа қызық жоқ деп білетін, әйелінен де, балаларынан да сол атты жақсы көретін біреу бар. Оның аты Бәйгебек. Сабақта да кенже, ауқаттануда да кенже, келіншек алса да ең соңынан әрең алып жүретін бір сабақтасымыздың аты Кенже. Қай жерде отырыс, тойды уман, ырду-дырду болса, сол жерде қалықтап жүретін, сол жерде чалықтап жүретін біреудің аты Сайранбек. Сақал мұртын, чашын, шыбын тайып жығылғандай етіп, қашан көрсең қырынып жүретін біреу бар. Аты Күзембай. Автокөлік айдаса дем алатын, үйінде дем алса чарчақ қалатын. Осы өмірге көлік жүргізіп, жолға шығу үшін келгенде үйіне мүлде тоқтамайтын біреудің аты Сапар. Кім болса сонымен талғамсыз тартып кететін, дала жайылысымен кеткен аттай, кім болса сонымен еріп кететін бір қаңғыбастың аты Ерсінбек. Көшіге шықса болды, ана жаймаға тоқтап, мына жаймаға тоқтап, мына дүкенге тоқтап, кезіккен адамның барлығына тоқтап жүретін біреудің аты Тоқтаугүл. Барып тұрған әйел құмар, басқа біреуге сұқтана қарайтын, ақылынан адасып, ерінен жалайтын біреудің аты Текемұрат. Ойын тойға барса да, отырысқа барса да, жолаушылап келсе де, туысшылап барса да, ренжімей қайтпайтын. Өкпелемесе өкпесі қабынатын, шошаң етіп, шамдана жөнелетін біреудің аты Шошай. Еңбек істесе де соңына шықпайтын, қонаққа барса да артын тоспайтын, тойға көмектессе де жол ортасынан кетіп қалатын, басы бар аяғы жоқ біреудің аты Шалабай. Қашан көрсең де, қай жерден көрсең де, дүкеннен шықпай дүкенде отыратын біреу бар, аты Дүкенбай. Келсін келмесін екезу көпірчіп, елге сөз бермейтін, бір сөйлесе дыр сөйлеп тоқтамайтын біреудің аты Сайрау. Алса ескі көлік алатын, дастарқаннан қалған тамақ, сусындық, ішімдіктерді жинап алып кетпесе, көңілі көншімейтін біреу бар. Оның аты Сарқып. Өтірікті су қоспай соғатын, артық айтпаса арқасы қышитын, есіп сөйлейтін, бөсіп сөйлейтін біреудің атын сұрасаң Артықбай.